Сәлеметсіздер ме, балалар? Терезеге қарайықшы. Терезенің ар жағында қыс мезгілі көрініп тұр. Ол айналаның барлығын сиқырлап тастаған. Ағаштардың барлығына аппақ әдемі көйлек кигізген. Жер бетін ақ көрпеге ораған. Ал аспандағы бұлттар болса, ақ ұлпа мақтадай үлпілдеп тұр. Ауа тазарып, аяз қысып, денеңді шынықтыратындай боп тұр. Тек құстарға ғана қыс мезгілі қаталдау болып тұр. Құстардың көпшілігі қыс мезгілінде жылы жаққа ұшып кеткенін сіздер білесіңдер. Ал кейбір құстар біздің қаламызда қыстауға қалып қойды. Олар торғайлар, көгершіндер, шымшықтар, сауысқандар, қарғалар, және снегирлар. Жердің бетін қар тегіс жауып тастағандықтан, құстардың барлық тағамдары, дәнді дақылдар, ұсақ жәндіктер, әртүрлі тұқымдар, басқа да құстардың жеңсік тағамдары қар астында қалып қояды. Сондықтан қыстың аяз күндерінде олар аштан өліп қалуы мүмкін. Күтеді құстар көмекті осындай қиын шақтарда. Жем салғыш, үйшік жасайық, аяздан бірге қорғайық. Нан қоқымын шашпайық, жерде жатса баспайық, теріп алып қастерлеп, жем салғышқа тастайық. Біздің мектебімізде алғашқы қар жауып, күн салқындай бастаған сәттен тұңғыш президент мерекесіне орайластырылып, құстарға жем салғыш қайырымдылық акциясы жыл сайын өткізіледі. Акцияға барлық сыныптар түгел қатынасады. Биыл да осы қалыптасқан дәстүрмен сабағымыз қашықтан өткізіліп жатқанына қарамастан, қайырымдылық шарамыз өз жалғасын тауып отыр. Үйде отырып, аналарымыздың, аға әпкелеріңіздің көмегімен сіздер қанатты достарымызға жем салғыш жасап жатырсыңдар. Ал енді өздеріңіздің сыныптастарыңыздың жанашырлық сезіммен жасап отырған қайырымдылық шараларын бірге тамашалайық. Балалар, құстарға жем салғыш қайырымдылық акциясына белсенді қатысқан баршаңызға көп алғыс айтамын. Сіздерге мықты денсаулық, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Қайырымдылық танытқан қайырымды істеріңіз өздеріңе тек жақсылығымен қайтсын. Сау болыңыздар.